Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай әдемі лепестки жасаймыз. Бұны үйіңіздің кез келген жеріңізге сәндеп қоюларыңызға болады. Ең алдымен бізге керегі крем қолға жағатын және де шиша. Шишаның астына мен жапырақтың суретін салып қойып қойдым. Үстіне крем жақтым. Сөйттім де ыстық желімен сол жапырақтағы кескінді сызып өттім. Біздегі ыстық желім кремге жағылмай, анау тұрған астындағы шишаға жабысып қалмайды, өте күшті шығады. Осылай шыққаннан кейін бұны кеуіп қалады деймін де 2 минуттың ішінде кеуіп қалады. Осыны алып аламыз. Алғаннан кейін мынандай шет жеріндегі онша мүшелерінің қайшымен біраздан кейін кесіп тастаймыз. Ең алдымен осындай көп жапырақтар дайындап аламыз. Өздеріңізге ұнаған жапырақтың суретін салып, немесе принтерден басып шығарып алсаңыздар болады. Сөйтіп оны ыстық желімен үстіп кескіндеп шыққаннан кейін одан кейін біз оны ПВА клеймен бетін бояп шығамыз. ПВА клейдің барлығын жағамыз, барлығына асықпай бәріне әдемілеп тұрып жағып аламыз. ПВА клей жағып болғаннан кейін біз жылтырақтарды себеміз. Блески дейді ғой. Мынандай қазір қисық жерлерін бәрін кесіп тастаймыз. Ыстық желім өте қиын ғой жұмыс жасағанға. Енді ПВА клеймен бәрін бояп шығамыз. Бояп біткеннен кейін блески сеуіп тастаймыз. Негізі мен жылтырақ түсті таңдадым ғой. Серебристый түсі де болады ғой. Кез келген түсі де болады. Фиолетовый, қызыл, сары, көк. Негізі ең өтімді түс осы жылтыр түс пен серебристый түс. Одан кейін біз проволока аламыз. Бұл жез деп те атайды ғой қазіргі таңда. Проволоканы үстіп біртіндеп айналдырып шығамыз. Айналдырғаннан кейін бұл әдемі көрінеді, өрілген ұқсап. Проволокалардың бәрін айналдырып шыққаннан кейін біз алтау жасаймыз осындайдан. Осы алтауының бәрін біз бағанағы жапырақтарымыздың артына ыстық желімен жабыстырып шығамыз. Барлығын осылай жабыстырып шығамыз. Жапырақтардың артына жабыстырамыз ыстық желімен. Өте күшті болады. Сіздермен бірге болған мен Ұлдана. Менің каналыма тіркеліп лайк басып өтіңіздер. Және өз пікірлеріңізді жазуларыңызды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар.